Достар, сіздермен бірге мен Аржан, және де бүгінгі видео өте ерекше влог деп айтқым келген, бірақ та жоқ. Бүгінгі видео влог емес. Бүгінгі видео өте ерекше форматта бір челлендж деуге болатын шығар. Яғни бүгін мен Мисс Айжан KZ-тің өмірмен өмір сүретін боламын. Яғни Айжанның күнделікті істейтін істермен айналысып, өмірімде істемеген нәрселермен айналысып деген сияқты істермен айналысамыз. Дегенмен Айжан өте мен үшін былай айтқанда маған шабыт беретін адам болғандықтан мен оның өмірін кәдімгідей бақылаймын. Сол себептен де неге осындай видео түсірмеске деп ойладым. Бұл челленджді барынша әділ, барынша 100% орындауға тырысатын боламын. Сонымен достар, Корея демекші, сонымен қатар Айжан Корея тілін үйреніп жүр. Сол себептен маған да бүгін қазір, то есть Корея тілін үйренуге тура келеді. Қазір бір-екі видео урок қарап, дәптерге бәрін жазып, сөйтіп, в общем, Корея тілін үйренетін боламын, және де өмірімде ешқашан ойламаппын, что Корея тілін үйренемін деп. Себебі өмірімде ешқашан YouTube қатты қызықпағанмын, көбінесе Америкаға қызығамын. Қазір мен ютубтан корейский язык для начинающих деп жазып көрейін. Әрине, ең бірінші с нуля болғандықтан алфавиттен бастау керек. Оның үстіне Корея әріптері, жалпы Қытай әріптері, в общем, сондай өте оңай емес. Былай айтқанда кәдімгідей өте қатты отличаться етеді. Сол себептен әрине алфавит оңай болмайды. Гласная буква А. Следующая буква это у нас это сочетание букв. Кішкене үйрендім, то есть алфавитті жалпылай. Вот, жаздым, әйтеуір түсінгенімді түсіндім, бірақ та бұдан кейін мен енді жалғастырамын ба, білмеймін, потому что маған онша қызық емес. Қазір енді шығуға дайындалу керек, бір жұмыстар бар. Достар, мен уже дайындалып алдым. Қазір уже шоппингке шығатын боламыз. Яғни, не дегенмен Айжан да барлық қыздар сияқты шоппинг жасағанды ұнатады. Сол себептен де әрине әртүрлі күшті киім алғанды деген сияқты әңгіме ғой. Қазір енді Хан Шатырға барып, кішкене киім қарап, оның үстіне көп болды шоппинг жасамағалы. И менің образым қалай маған өзіме ұнайды. Осындай ободок тағып алдым. Ода да вроде осындай ободок бар, как бы барлығында бар. В общем, бірақ бұл менікі емес, құрбымдікі. Тағы да бір Айжан туралы факт. Барлығымыз білетіндей, Айжан вообще боянбайды. То есть оған боянуға да керек емес, вообще боянбайды. Ал мен оған қарағанда қаттырақ, кәдімгідей қатты боянам деп айта аламын. Қазір деп қатты боянған жоқпын, только кірпігіммен, ернімді, тушпен, помадан ғана қолдандым. И все, қазір енді шығатын боламыз құрбымызбен. Қазір мен өзімнің бір-екі жұмыстарымды бітіруге бара жатырмын. Сосын құрбыммен кездесіп, паркқа баратын боламыз. В общем, мен барлық жұмыстарды бітірдім. Ура!
ол мені 5 сағат күтіп, мен 5 сағат күтіртіп, сондай болып қалдық. Қазір енді Хан Шатырға барып, жақсылап тұрып киім қарап, сөйтеміз. Йоркер, ура! 90 теңге деген емес. Артында күшті. Всего лишь 2 мың үстінде. Всего лишь 2. В общем, бірнеше варианттар дайын болып тұр. Енді қайсысын аламыз деп ойланып отырмын. Блин, мынау күшті көрінеді. Мынау да күшті. Мынау да. Бәрі күшті. Біз осында киім алдық. Вроде бы нормально. В общем, мен Нью-Йоркерден осындай киім алдым. Вообще көріп тұрған жоқ. Я біз қазір магазинда жүрміз, то есть супермаркетте. Жаңа магазинда жүрген сияқты уже сұлпақта жүрміз. И мен өзіме ноутбук қарап жатырмын. Не дегенмен дистанционное обучение да керек. Қазір тауда жүрмін деп ладно, шучу. В общем, 1 миллионға ноутбук көрдік. Прям классно. В общем, қымбат емес, алу керек деп ойлаймын. Давай алайық. Всего лишь 1 миллион 235 мың. В общем, біз Хан Шатырдан шықтық. Енді қазір кішкене жүреді. В общем, біз Хан Шатырдың жанындағы паркқа отырдық, бәйтеректің жанындағы. Ауа райы болса кәдімгідей күшті болып тұр. Күшті күн түсіп тұр ғой. Ё-майо, әдем болып тұрмын ба деп. В общем, күн түсіп, бір жағынан жел болып тұрған кезде ұнайды маған сондай погода. Сонымен достар, мен уже үйге келдім. Және қазір мен не істейін деп жатыр деп ойлайсыздар. Айжан сонымен қатар TikTokқа видеолар түсіріп, Instagramда да әртүрлі қызықты, пайдалы қылдырып видеолар түсіріп отырады. Және де сол себептен де мен де бүгін қазір кішігірім TikTokқа видео түсіретін боламын. Сондай іспен айналысамын. Наверное, видео болғанда киім ауыстырып отыратын TikTokқа түсіретін шығармын видео. Себебі Instagramда Айжанның видеолары көп. Луктарға байланысты, сол себептен де мен де сондай түсіре салайын деп ойладым. Chillin', laying in the cut though, easy. Trying to see what up though, Brooklyn, home of the... Қазір уже кеш болды, енді қазір мен не істейін деп ойлайсыздар. Қазір мен сериал қарайтын боламын. Сериал қарағанда да
Дарама қарайтын боламын, себебі Айжан барлықтарымыз білетіндей көптеген дорамаларды қараған. Ал мен болсам өмірімде 2 ғана дарама қарадым. Негізінде мен көбінесе турецкий сериал қарағанды жақсы көремін. Дарама ұнамайды емес, маған ұнайды. Осы актердің қатысуымен бір дарама қарап бастайтын шығармын. Қазір осы дараманы қарайтын боламын. Вот, ендеше кеттік. Достар, бүгін уже келесі күннің таңы былай айтқанда. Себебі кеше мен дарама қарап отырып ұйықтап қалыппын. Сол себептен видеоны кеше аяқтай алмадым. Сол себептен бүгін 1-2 сөзбен аяқтап жүрейін. Ендеше достар, келесі видеоларда кездескенше.